Қайырлы күн достар, сіздермен Айдана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 4 бұрышты пицца жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Пицца өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Бізге қажетті заттар: жылы суымызға қант және тұзымызды салып араластырып аламыз. Оның үстінен құрғақ ашытқымызды салып, тағы да араластырамыз. Оған сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың ортасын ашып, жаңағы суымыздың барлығын құямыз. Қасығымыздың көмегімен араластырып бастаймыз. Қамырымыз кішкене қою болғанша қасықпен, одан кейін қолымыздың көмегімен қамыр илеп бастаймыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Бұған артық ұн қосудың қажеті жоқ. Себебі осы құрамындағы ұнның өзімен қамырларыңыз қолға жабыспайтын әдемі жұмсақ болады. Соңында үстінен азырақ сұйық май құйып, тағы да илеп жібересіздер. Одан кейін осылай зуалай жасап, бетін жауып ашығанша қалдырасыздар. 20-25 минутта ашып шығады. Біз салмасына ірімшік, колбаса және шұжық қолдандық. Шұжықтарымызды осылай ортасынан бөліп алдық, ал колбасаларымызды дөңгелек етіп турап аламыз. Мен нарленнің колбасасын қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай өзгертсеңіздер болады. Бірақ именно осы нарленнің колбасалары өте жақсы. Келесі кезекте біз ірімшігімізді үкіштен өткізіп аламыз. Барлығын біркелкетіп өткіздім. Мен мұнда кәдімгі дүкендегі қарапайым ірімшікті қолдандым. Қамырымыз ашыды, ортасынан бөліп, екі зуалай, яғни бізде екі пицца шығатын болады. Пергаменттің үстіне азырақ ұн сеуіп, қолымыздың көмегімен жаямыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан оқтаусыз жайылады. Енді шетіне шұжығымызды осылай қойып шығамыз, яғни 4 бұрышты етіп қойып шығамыз. Және де қамырмен шұжығымызды үстін жауып шығамыз, яғни бортик тәрізді болады. Келесі шеттеріне барлығын бірінші қойып алдым. Қойып алғаннан кейін сыртынан қамырмен жауып шығасыздар. Сол кезде сіздерде 4 бұрышты форма пайда болады. Барлық шетін жақсылап жабасыздар. Ашылып кетпеуі қажет, себебі піскен кезде білесіздер, бұл ашыған қамыр болғандықтан көтеріледі. Сол себепті қолымыздың көмегімен жақсылап бекітіңіздер, яғни қамырлар жабысуы қажет. Міне бізде осындай 4 бұрышты форма болады. Соңында ашық қалған жерлерді қолымызбен тағы бір басып шығамыз. Кетчупымызды салып, барлық жеріне жағып аласыздар. Кетчуп және майонез қолдансаңыздар да болады. Мен тек азырақ кетчуп қолдандым. Оның үстінен колбасамызды біркелкетіп қойып шығасыздар. Менде 4 қатар колбаса қойдым. Колбасаларымызды қойып болғаннан кейін 360, яғни пешіңіздің ең жоғарғы температурасында кішкене қызарғанша пісіресіздер. Мен шетін осылай пышақтың көмегімен кесіп алдым. Ақырын ғана пышақтың басып шығасыздар, қатты кесіп жіберудің қажет жоқ, себебі бетінде қамырлар кесілсе болғаны. Үстін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бұл сап-сары болып пісуі үшін. Барлық жеріне жағып алдым. Шетіне күнжет мак сепсеңіздер де болады, өте әдемі болып шығады. Осылай кішкене қызарған кезде бетіне ірімшігімізді сеуіп, тағы да 5 минутқа қойып аласыздар. Сол кезде сіздерде осындай өте әдемі үлпілдек пицца пайда болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.